Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сембаева Айгерім Рымбековна, арнайы пәндер оқытушысы, Теміртау жоғары политехникалық колледж. Бүгінгі қарастыратын тақырыбым қашықтықтан оқытуды тиімді жоспарлау барысында Discord мессенджерін пайдалану. Мақсаты қашықтықта оқытуда жеке көзқарас қалыптастырып, тәжірибемен бөлісу. Студенттерге қашықтықтан оқыту барысы нақты, конструктивті өткізу қазіргі таңда біршама оқытушыларды мазалайды. Студенттер берілген тапсырмаларды уақытымен орындап, қажетті платформаға дұрыс жүктеу, ең бастысы оқытушы берген білімін толық меңгерту барысында біраз ережелерді қолдануға тура келеді. Егер оқытушы сабақтың өту барысын алдын ала, нақты жоспарласа, кері байланыста студенттердің жауапкершіліктері де арта түседі. Қашықтықтан оқыту кезінде студенттердің қызығушылықтарын арттыру үшін сабақ барысы бір сарынды болмауы керек. Сонымен қатар сабақты өткізу қосымшасы да дұрыс таңдалу қажет. Қазіргі таңда әртүрлі қосымшалар қолданылуда. Менің тәжірибем бойынша Discord мессенджер арқылы сабақ өткізу оқытушыға да, студентке де өте ыңғайлы. Discord қосымшасында 3 терезе беріледі. Бірінші терезеде әр топқа байланысты сервер құрылады. Және әр серверге байланысты категория орнатуымызға болады. Екінші терезе негізгі терезе деп аталады. Бұл жерде студенттермен кері байланыс орнатылады. Үшінші терезеде сабаққа қатысып отырған студенттер тізімін көре аламыз. Әр топқа сәйкесінше сервер құрылады. Топқа сурет, видео, сілтеме жіберуге болатын және мәтіндік ақпаратты алмасуға қажет мәтіндік канал және кері байланыс жасауға арналған дыбыстық канал құрылады. Сонымен қатар жалпы топты бірнеше ішкі топтарға бөле аламыз. Студенттерге осы топтарға байланысты роль орнатылады. Яғни әр студентке тек қана бір топқа кіру мүмкіндігі болады. Және де әр топтың студенттерінің атаулары сол топқа сәйкесінше түске ие болады. Мысалға, бірінші топ студенттер жасыл түс, екінші топ студенттер көк түс, үшінші топ студенттері фиолетовый түске ие болады. Сәйкесінше әрбір топ студенттеріне берілген ақпараттарды келесі топ студенттері көре алмайды. Категория мен каналдарды қажеттігімізше қосуымызға болады. Мысалы, қосымша сабақ категориясында тақырыпты дұрыс түсінбей жүрген студенттермен жеке жұмыс жасауға болады. Сол тәрізді емтихан барысында жеке канал немесе сервер құрып, сол сервердің ішінде жекелей емтихан қабылдауға болады. Жалпы Discord қосымшасының мүмкіндігі өте көп. Оқытушы қосымшаны өзіне ыңғайлы түрде баптап, студенттермен кері байланыс жасай алады.